Мен 5 жылдан бері осы рецептпен жасаймын. Бір жасағаннан күшті болып шығатын идеальный қимақтарын рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды саламыз, шым-шым тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сүтіміздің кішкентай ғана бөлшегін құямыз, қалғанын алып қаламыз. Ұнымызды толыққанды саламыз, бір келкі қою масса болғанша араластырамыз. Бұл біздің ұнымыздың комочек болмауына көмектеседі. Үстіне разрыхителімізді салып, сүтіміздің қалған бөлшегін құямыз. Және де сұйық майымызды құйып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Орта отта құймақтарымызды пісіріп аламыз. Алғашқы табасынан сұйық май жағамыз, одан кейінгілеріне жақпай пісіре береміз. Және де қыздар, бұл құймақтың рецептісіне жартысына су, жартысына сүт қылып араластырсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, немесе толыққанды сүтпен жасасаңыздар да болады. Және де бұл құймақтарды Beta Dream Gold шаймен күштілеп тұрып ішеміз. Ал баршаңызға ас болсын.